Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге дәмі керемет болып шығатын печенье рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны өткізбейін, соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қойыңыз. Ең алдымен айранға содан салып, араластырып бір шетке алып қоямыз. Мұздатқыштан алынған сары майды үккіштің көмегімен өткізіп аламыз. Үккіштен өткізіп болған соң, қолымыздың көмегімен екі қолдап осылайынан тағы араластырып езіп аламыз. Одан кейін айранды құйып, қасықтың көмегімен араластырамыз. Бір жұмыртқамен қантты салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Илеген қамырымыз жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр болады. Қамырымызды илеп алған соң, оны жарты сағат тоңазытқышқа қойып қоямыз. Ішіндегі салмасына кірісетін боламыз. Сармаймен құмшекерді бәрін араластырып езетін боламыз осылай қолымызбен. Бір келкі маса болғанынша осылайынан қолмен араластырып аламыз. Жарты сағаттан соң қамырымыз дайын болды. Енді ортасынан бөліп, жартысын тоңазытқышқа салып қоямыз. Қамырымызды бір келкі қылып, жұқалап жайып аламыз. Жайылған қамырымызға ішіндегі салмасын салып, видеодағыдай орап аламыз. Оралған қамырды осындай кескіштің көмегімен, болмаса пышақпен кессеңіздер болады. Мен осындай түрін алып кестім. Духовкамызды 180-200 градуста қыздырып, пергамент қағазын төсеп, печеньелерімізді қойып, жұмыртқаның сарысын бетіне жағатын боламыз. Печеньеміз 25-30 минутта піседі. Дәмі өте керемет болып шығады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Мен каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.